Алматыда қоғамдық көлікке деген сұраныс артып келеді. Тұрғындардың дені тіпті жеке көліктерін тұраққа қаңдарып, қажет жеріне автобуспен баратын болған. Өйткені арнайы жолақтар салынғалы бері қоғамдық көлікпен жүру тиімді бола түсті. Ақылды қалада газбен жүретін автобустардың қолданысқа берілгеніне біраз болды. Енді міне олардың қатарын тек қуат көзімен жолаушы тасымалдайтын көліктер толықтырмақ. Мұның экологияға еш зияны жоқ, жанармайды да қажет етпейді. Небір смарт құрылғылармен жарақталған. Ендеше бүгінгі бағдарламамыз дәл осы электр автобусқа арналады. Мұнда қандай смарт жабдықтар орнатылған? Аталмыш көліктің нендей ерекшелігі бар? Алдағы 10 минутта біз осы сауалдарға жауап іздеп, тақырыпты тарқата айтатын боламыз. Тізгінші мен Өмір Әнуарбек, армысыздар, бұл ақылды қала бағдарламасы. Ақылды қалада құрастырылатын автобус мотор майын қажет етпейді. Сондай-ақ ауаға зиянды заттар бөлетін сұйықтық құю керек емес. Бұл автобустың эксплуатация кезінде өте тиімді. Өйткені бұл жерге әлгі май керегі жоқ, май тазартқыш фильтрлар керегі жоқ. Басқа. Соңғы өздеріңіз білесіз, мына тоқ қазір арзан, ночной тариф, дневной тариф дейді, екеуінің арасы кәдімгідей ақшаға қарағанда кәдімгідей мөлшері белгілі болады. Ақылды көлікті мамандар қашықтықтан басқарады. Яғни автобуста қандай да бір ақау пайда болса, диспетчерге бірден сигнал келеді. Содан кейін маман тиісті шараны қолданады. Мұндай ақылды шешім жолаушылардың қауіпсіздігі үшін жасалған, дейді зауыт басшысы. Диспетчерскийден біз IT программамен бақылап отырамыз автобустың жағдайын, қаншамен кетіп бара жатыр, қай жерде қай немен скоростьпен кетіп бара жатыр, соның қай жерде заңсыз тұрып жатыр. Сол водительді исключить человеческий фактор деген соның бәрі парламент. Керек кезінде сол диспетчерскийден біз уже автобустың өзімен управлять ете аламыз. Автобус заманауи стандартқа сай етіп құрастырылған. Мұнда автобустың ішіндегі жағдайды бақылап тұратын бейне бақылау камерасы орнатылған. Ол қандайда бір заң бұзушылықты айғақ ретінде қолдануға септігін тигізеді. Бортовой компьютер бар, автобустың ішінде не болып жатқанын бәрін біліп отырады. Соңғы камера заднего вида артқа жылжығанда жүргізуші бәрін көріп тұрады. Ол да апаттан басқадан сақтайды. Ол да сол жолаушылардың комфорттық жүруіне арналған. Электроавтобустар егде жастағы адамдарға да, бүлдіршіндерге де, тіптен мүгедек жандарға да ыңғайлы етіп жасалған. Олай дейтінім, көліктер аялдамаға келіп тоқтаған кезде қапталына қарай жантаяды. Жолаушылар толық отырып біткен соң өз қалпына келіп, әрі қарай жүре береді. Ақылды автобус осы зауытта құрастырылады. Көлікті жинау кезінде де смарт құрылғылар қолданылады. Мамандар киімдерін кірлетіп, қолдарын бұлғап, машинаның астына кірмейді. Электроавтобус шетелден жартылай құрастырылып келеді. Зауытқа жеткізілгеннен кейін мамандар қосымша аппараттарды орнатады. Біздің заводымыз екі линиядан тұрады. Бірінші құрастыратын линиясы, екінші тестейтін линия. Бірінші кезеңде көліктің ішіне кондиционерін, қозғалтқышты суытатын сұйықтықтарын құйып, келесі этапқа өткізеді. Екінші этапта жолаушылар отыратын орындықтарын орнатады. Соған әйнектерін, терезесін орнатады. Соған үшінші участокта автобустың ішіндегі потологы мен полын құрастырады, бәрін жақсылап. Содан өткеннен кейін водительдің пульт управлениясын, панелін орналастырады.
Содан кейін жолаушы тасымалдайтын көлік келесі кезеңге өтеді. Онда көліктің ішіндегі жарық қондырғылары орнатылады. Жабдықтарының барлығы толық орнатылып біткен соң автобус тестілеу линиясына барады. Тестілеуден өткенде бармақ басты көз қыстыға жол жоқ. Себебі әр бақылау кезеңінің жауабы автоматты түрде мониторға шығып отырады. Маман тек пәрмен басып отырса болғаны. Компьютер арқылы бақылау осы бөлмеде жүргізіледі. Тексеру линиясында да бірнеше кезең бар. Біріншіде геометрия колес жасайды. Екіншіден фар, соның кейін әлгі дыбысы, сигналдың дыбысын бәрін қалыпқа келтіреді компьютер арқылы. Содан кейін ары жүргеннен кейін уже развал схождения колес жасайды. Содан кейін тормозын тексереді, тормозын толық тексереді. Содан кейін ары барғанда салмағын тексереді. Бұл жұмыстардың барлығы құжаттағы жазылған стандарттарға сай етіп компьютер арқылы атқарылады. Нәтижесін қағаз түрінде принтерден шығарып береді. Егер көлікте еш ақау болмаса, ары қарай автобустың ауа райына төзімділігі тексеріледі. Далада неше түрлі ауа райы, қатты жаңбыр жауады, қар жауады. Сонда жолаушылардың несіне әлгі комфортты жүру үшін төбеден шеңге тамбайтындай соны тексеру үшін сол камераға кіргіземіз. Соның ішінде ол камерада кәдімгідей көктемде сіркіреген қатты жауын сияқты төбесінен су құямыз, су шашамыз. Осы процесстен өткеннен кейін мамандар автобустың ішін тексереді. Егер салонға су кірмей, дымқылданбай барлық жері құрғақ болып тұрса, электроавтобус соңғы кезеңге жөнелтіледі. Транспортировка кезінде жасаған кезде кейбір автобуста сырылады, кейбір жері ұрылады дегенде, сондай ақаулары табылса, покрасный камера кіріп, полностью қайтадан реставрация бояп, түзеп, далаға шығарамыз, уже автобус тұтынушыларға жіберуге дайын болады. Сонымен техпроцесс сонымен бітеді. Осы күні ақылды қала басшылығы экологияға аса мән беріп отыр. Осы тұста Алматыны көгалдандыру мақсатында біраз жұмыстар атқарылды. Электроавтобустар қолданысқа берілетін болса, шаһар ауасы біраз тазарар еді дейді маман. Мына экологтардың статистикасына сүйенетін болсақ, статистикасына мына қоршаған ортаны ластың 63%-ын осы автокөлік береді екен. Біздің мына ерекшілігі біздің автобустың тоқпен жүргеннен кейін ластайтын ауаға тастайтын ешқандай зиян нелері жоқ. Қуат көзімен жүретін қозғалтқыштарды өнертапқыштар өткен ғасырдың басында ойлап тапқан, бірақ инженерлік шешімін таппаған. Өйткені батареяның зарядталу уақыты ұзақ, ал қолдану мерзімі қысқа болды. Екінші жағынан ондай қозғалтқыштардың бағасы қымбат. Бүгінде ол түйіткілдің түйіні шешілген. Енді қазір мынау 21 ғасырға келгенде уже біздің ионовый литиевый батареялар жасады, шығарды. Солар деген тез зарядталаттағы өзінің әлгі күшін көпке созып береді дегенде. Соңғы неткен жаңа технология. Электроавтобус толық қуат алғаннан кейін 70 шақырымды оп-оңай еңсереді. Бұл біздің ақылды қаланы бір рет аралап шығумен пара-пар. Ал батареяның қуат алу уақыты 7 мен 10 минут аралығында. Бір жанармай бекетін салуға шамамен $1,5 миллион кетеді екен. Ал электроавтобусты қуаттайтын бекетке 2 шаршы метр жер мен тоқ болса жеткілікті. Тек қуат көзімен жүретін қоғамдық көліктердің құны дизельмен жүретін еуропалық көліктерге қарағанда $40 мың қымбат. Бірақ жанармай мен отынды қажет етпейтінін ескере кету керек. Бұл кеткен шығынды толықтай өтейді дейді мамандар. Бүгін біз ақылды қалада құрастырылған электроавтобуспен таныстық. Оның мүмкіндіктерін бағамдап көрдік. Әзірге олардың қолданысқа қашан берілетіні белгісіз. Бастысы бұл автобустар қоршаған ортаға еш залалын тигізбейді. Көп шығынды да қажет етпейді. Хабарымыз осымен тәмам. Ақылды қалада қайта кездескенше аман сау болыңыздар.